Біз тегіміз түрік, дініміз ислам екенін ұмытпауымыз керек. Ол үшін қасиетті кітап Құран кәрімді насихаттауды естен шығармауымыз керек. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тарихи деректерде Орта Азия елдеріне ислам дінінің насихатталуы 670 жылдардан бастау алатынын алға тартады. Бір анығы, ислам дінінің Орта Азия елдерінде кең қанат жаюына 8 ғасырдың ортасында, яғни 751 жылы Тараз қаласының маңындағы араб әскерінің қолбасшысы Зияд ибн Салих пен Қытай әскерінің қолбасшысы Гауа Сянджи арасындағы Атлах шайқасында арабтардың жергілікті түрік халықтарының қолдауымен жеңіске жетуі айтарлықтай ықпал еткендігі. Ислам тарихы сан ғасырларды қамтып жатыр. Біз олардың тарихына шолу жасайтын болсақ, міндетті түрде оны бірнеше кезеңдерге бөліп қарастыруымыз керек. Алғашқы кезеңі бұл 8-ші ғасыр, 9-ші ғасырдан бастап кеңес өкіметіне дейінгі кезең. Екінші кезеңі кеңес өкіметі тұсындағы ислам діні. Үшінші кезеңі тәуелсіздіктен бастап күні бүгінгі дейінгі ислам діні. Орта Азиядағы ислам туралы, оның тарихы туралы айтқан кезде біз маңызды мәселені анықтап алуымыз керек. Біріншіден, екі әлем бар. Ислам әлемі, сосын араб әлемі деген. Араб әлемі бұл арабтарға тән өзінің тіліне, экономикасына, әлеуметтік жағдайына, арабтардың саяси хал-ахуалын қамтитын араб әлемі. Екінші әлем бұл ислам әлемі деп аталады. Бұл жерде жалпы түркі халықтары, жалпы исламдың қабылдаған барлық халықтарды осы ислам әлемі ішіне кіреді. Осы тұрғыдан алып қараған кезде ислам әлеміндегі жер көлемі тұрғысынан Қазақстан бірінші орында тұрады. Ал халқы санының көптігі тұрғысынан, яғни мұсылмандардың саны көптігі тұрғысынан Индонезия бірінші орында тұрады. Осы тұста айта кететін маңызды мәселе, ислам діні алғашқы насихаттала бастаған кезде қазақ халқы немесе Орта Азия жерін мекендеген түркі халықтары, біздің бұрынғы ата-бабаларымыз мүмкіндігі көп жағдайда көшпелі халық болды. Көшпелі халық болуына байланысты ислам дінін толыққанды ұстану мүмкін бола бермеді. Яғни қыста қыстауға көшетін болса, жазда жайлауға көшуге мәжбүр болды. Яғни адамдардың бір-бірімен жақсы қарым-қатынасқа түсуі, немесе исламды жақсы меңгеруіне кедергілер болды. Көптеген әдебиеттерде ислам орта ғасырларда қылыштың жүзімен жайылды деген қарама-қайшылық кездеседі. Мұның мүлдем дұрыс емес пікір екендігін баса айту керек. Себебі қасиетті Құранда Бақара сүресінің 256 аятында сенімде зорлау жоқ делінген. Ислам дінінің күні бүгінге дейін ғалымдар мен ойшыл тұлғалардың назарынан түспей, қарапайым халықтың жүрек тағында патшалық құрып келе жатқаны, исламның дүниетаным табиғатында әрі илахи қуатында жатқанын көрсетеді. Түркілер мұсылманды қабылдағаннан кейін біртіндеп ислам әлемі жандана бастады. Түріктердің келуіменен. Бұны қарахандықтар тұсындағы көптеген діни шығармалардан аңғаруымызға болады. Мысалатын болсақ, ең алғаш жазылған шығармалардың қатарын саналатын жүсіп баласаның құтты білігін алайық. Оны ішін бүкілдей талдап қарайтын болсаңыз, исламда айтылатын екі нәрсе: туралық пен пәктік түбегейлі сол шығарманың ішінде айтылады. Тура болу, әділ болу. Оның көрінісін орта ғасырлық ислам өркениетінің адамзат тарихында жаңа өрлеу кезеңінен анық көре аламыз. Ислам дүниесінің саяси тағдырына Түркістан топырағынан шыққан Қарахан хандығы 942-1212 жылдары ислам мемлекеті болып жариялауына байланысты
өлшеусіз үлес қосты. Тағы бір маңызды мәселе, жалпы ислам діні алғаш түскен кезде бұл Құран тілі араб тілінде болғандықтан Орта Азия еліне келген кезде біздің елімізде бұл тіл кедергісі пайда болды. Яғни оны насихаттап жеткізетін адамдар, немесе дінді насихаттайтын кісілер міндетті түрде араб сөздерін, араб терминдерін, Құран аяттарын, пайғамбар хадистерін айтқан кезде оны міндетті түрде енді жергілікті халыққа ұғынықты тілмен түсіндіру мәселесі де күн тәртібіне шыға бастады. Ең алғашқы Құран аудармасы сол қарахандықтар тұсында жасалды. Сөйтті де оның нұсқалары әлі біздің күнімізге дейін бар. Еуропа кітапханаларында әлі күнге дейін сақталған. Соныменен қатар алғашқы Құран тәпсірі жасалды. Құран тәпсірі, Жүсіп пайғамбар сүресіне қатысты Құран тәпсірлері жасалды. Енді Құран аудармалары бүгінгідей таза аударма қалпында шыққан жоқ. Арабша әріппен жазылды, соның астына түркише сол кезде мағыналар берілді. Енді ол жерде Алла деген сөз көбінесе Тәңірі атауымен берілді. Енді былай қарайтын болсақ, расында ол Алла арабша атау болатын болса, Құда фарсша атау, Тәңірі түркінің атауы. Сол кезде қарахандықтар тұсындағы шығармалардың барлығы да көбінесе осы Тәңір сөзі қолданылып келді. Немесе біру бар деп атап келді Құдайды. Бір және бар деген, мына парсының паруардигар сөзіне не қылды? Бір және белгілі Алланың бір екендігі, барлық екендігі. Мына Яссауида, Бахарғанида, Югнекиде біру бар деген қолданылатын себебі сондықтан. Алтын Орда 1243-1503 жылдары Дешті Қыпшақта, яғни Қыпшақ даласы құрылып, түрік тайпаларын біріктірді. Сондай-ақ Андолы, Сирия, Египет сынды мұсылман елдермен саяси экономикалық қатынаста болды. Мәмлүк сұлтандары Мысыр мен осы Шам жерлерін билеп тұрған кезінде, ұлы бабамыз Бейбарыс сұлтанның кезінде Алтын Орда мен екі ортада дипломатиялық қарым-қатынас болған. Алла тағала бірақ ол жақта Мысырда Қыпшақтан шыққан, осы орталық Азия тайпаларынан шыққан сұлтандарды билікке жеткізді. Бұның бәрі Алла тағала хикмет десек болады. Өзіміз Мысырда оқыған кезде көрдік, жалпы Каир қаласында Мысырдағы ислам жәдігерлерінің, ислам ескерткіштерінің 90-80% осы мәмлүктердің кезінде салынған. Яғни мешіт медреселер, Бейбарыстың мешіт медресесі, Құтыздың мешіт медресесі, Қайтбайдың мешіт медресесі деген сияқты сол жаңа Қыпшақ сұлтандарының, түркі сұлтандарының салып кеткен медреселері, мешіттері әлі күнге шейін үлкен мәдени орталықтар болып, ескерткіштер болып құнын жойған жоқ. Алтын Орда мемлекеті мен Египетті билеп тұрған мәмлүктер 1250-1390 жылдар арасындағы байланыс болды. Соның әсерінен 1312 жылы Өзбек хан Алтын Орда мемлекетін ислам мемлекеті деп жариялады. Осының нәтижесінде ғылыми институттар құрылып, білім ордалары ашылды. Ислам діні Орта Азияға келген кезден бастап, оның көптеген шараларда немесе көптеген бағыттарда әсері бола бастады. Ол адамның рухани құндылығы тұрғысынан, яғни адамның таза жүруіне, өтірік айтпауына, өсек айтпауына. Ал алғашқы кезде кімнің қолында қылыш бар, кімнің қолында билік бар, немесе күшті болса, сол басқаларға өзінің билігін жүргізіп, өзіне бағынышты ететін. Ал ислам діні келген кезде Орта Азиядағы біздің кешегі ата-бабаларымыздың барлығы да ислам дінін жақсы көрді. Неге десеңіз, ол әділдікті насихаттады, тазалықты насихаттады, жақсылыққа шақырды. Осының салдарынан халықтар белгілі деңгейде ислам дінін өзіне дін ретінде толыққанды қабылдады. Көп ұзамай түрік халықтары ислам мәдениетінің дамуына өзіндік үлес қоса бастады. Қазақ даласының екінші Аристотель атанған Әбу Насыр Әл-Фараби сынды ұлы ғалым шықты. Ұлы жібек жолының бойында Отырар, Түркістан, Сығанақ, Сайрам, тағы басқа үлкенді кішілі қалалар бой көтерді. Орта Азиядағы ислам діні жоғарыда айтып өткеніміздей Матридия, сенім наным тұрғысынан Матридия мазхабында ұстанса, фиқта, яғни шариғат мәселесінде имам Ағзам Абу Ханифа мазхабын ұстанды. Бұл мазхабтың басты ерекшелігі адами құндылықтарға негізделген, адамның ішкі рухани құндылықтарын байытуға негізделген. Ал енді саяси астар алмайды.
мемлекеттің жүйесіне немесе мемлекеттің құрылымына оған қарсы бас көтеру немесе оған деген мәселе қарастырылмайды. Тек қана Құрандағы аятқа негізделген атиуллаха ва атиур расул ва улил амри минкум. Аллаға мойынсыныңдар, жаңағы пайғамбарға мойынсыныңдар және өздеріңнен шыққан дін басшыларыңа мойынсыныңдар деген аятқа негізделіп, бірінші орында бұл адамның өзінің ішкі рухани құндылықтарын байыту және де өзінің бойынан кемшілікті іздеу. Осы бағытта біз енді сопылық дүниетаным деп айтсақ та болады. Яғни сопылық дүниетаныммен біте қайнасып кетті. Адамның өзін кәмілдікке жетілдіруге атсалысу жолындағы мәселелер. Қазақ даласында көрінген сопылық шығармалар бар. Қожа Ахмет Яссауидің Диуаны хикметі. Бұл көбінесе ақлақ тәрбиесі дейміз, ішкі жан дүниесі тәрбиесі. Сондай оның шәкірті болған Сүлеймен Бақырғанидың Ақыр заман шығармасы, Миражнамасы, Исмаил қиссасы, немесе Жарты алма қиссасы. Енді тағы бір шығарма сол кезде бір жазылды. Ахмет Югнекидің Хибатул Хақайық дейді, ақиқат айнасы дейтін тамаша бір туындысы бар. Бұл туындының ерекшелігі пайғамбардың бір хадисін, Алланың бір аятын алады да, сол жерде өлеңменен жеткізіп береді. Жалпы шығыс мұсылман әдебиетінде, соның ішінде түркілер де кіреді, қара сөзге қарағанда өлең сөз алға кеткен заман болды сол. Қазақтың ақыны Иман Жүсіп айтады, жігіттің сұлтаны Әмір Темір дейді. Бұл жерде Әмір Темір деп отырғанымыз, бұл тек өзбек жұртына емес, қазақ жұртына емес, бүкіл түркі халқына ортақ тұлға және бүкіл мұсылман әлемі мақтаныш ететін үлкен тарихи тұлға. Себебі Әмір Темірдің себебімен ислам діні үнді түбегіне жайылды. Яғни Әмір Темірдің жеткізуі бойынша Ауғанстан, Пакистан, Индия, Бангладеш жеріне шейін ислам діні жетіп, ол ислам діні ханафи мазхабы бойынша дамыды. Мұның барлығы нені көрсетеді? Мұның барлығы біздің қазақ халқының ата-бабаларының ислам дініне сіңірген еңбегін көрсетеді. Сонымен қатар Әмір Темір өзінің мемлекеттік идеологиясының негізі ретінде ислам дінін, ислам шариғатын алды. Осының арқасында оның империясы өміршеңдігімен атақ алды. Араб тарихшысы Ибн Асир Орта Азия түріктерінен шамамен 200 000 отбасы ислам дінін қабылдағанын өз еңбегінде ерекше атап өтеді. Бұл аймақта өмір сүрген жергілікті түрік тайпаларының бір бөлігі уақыт өте келе қазақ деп аталғаны тарихтан белгілі. Қазақ сөзіне байланысты зерттеулер өте көп. Қазақ сөзі жазба деректерде ең алғаш рет 1245 жылы Мысырдағы мәмлүктер тарапынан жазылған Қыпшақ араб сөздігінде кездескен. Сөздіктің түп нұсқасы Голландиядағы Лейден деген кітапханада 517 нөмірмен сақтаулы тұр дегеннен кейін ғылымға жанашырлардың көмегіменен осы сөздіктің түп нұсқасының көшірмесін алдырдық. Қазақ сөзіне байланысты жерінен зерттеу жасап қарағанымызда, әл-Мұхаррат сөзінің араб тіліндегі мағынасы түйенің өркеші тәрізді үйге кіру, соны баспана ету деген мағынасы табылды. Біз бұны орта ғасырлардағы араб тіліндегі түсіндірме сөздіктер арқылы бұл мағынасын таптық. 15 ғасырда қазақ хандығы құрылған кезге дейін әлеуметтік мағынада қолданылған. Оның мағынасы жеке, үлкен үйден бөлініп, жеке отау тігу. Қазақ хандығы құрылған кезде бұрынғы бөліну, жеке отау тігу мағынасы бірте-бірте ұмытылып, ол ұлттың атауына айналған. Осыдан қазақ халқының атауы осы әлеуметтік мағынадан этнонимге айналды. Өйткені қазақ деген сөз сол мәмлүк қыпшақтарының арасында кең қолданыста болған сөз. Кәдімгі баласын бөлек шығаратын болса, оны қазақ еттім, қазақ қылдым дейтін болған. Кәдімгі әлеуметтік мағынадағы сөз болған ол. Демек, Мысырдағы мәмлүктерде, мәмлүк қыпшақтары да тура біздің киіз үйлерге ұқсас үйлерде тұрған деп айта топшалауымызға болады осы жерде.
Ислам діні 15 ғасырда Жәнібек пен Керей негізін қалаған қазақ хандығының ресми идеологиясы болып жарияланды. Қазақ мемлекеті өзінің құрылғаннан бастап мұсылмандық құқықтың нормаларына жүгінді. Бұл үрдіс қазақ хандары Керей мен Жәнібектен бастап ең соңғы қазақ ханы Кенесары кезеңінде де жалғасын тапты. Қазақ хандығы Алтын Ордадан бөлініп шықты. Бөлініп шыққаннан кейін қазақ осы мына бүгін Шу төңіріне келіп, алғашқы қазақтың туы сол жерде желбіреді. Жаңа айтып өткеніміздей Алтын Орда тұсында Ханафи мазхабқа берік орын тепті. Содан бөлініп шыққан халық та міндетті түрде Ханафи мазхабымен бірге келді осында. Сөйтіп осы жерде алғашқы болып 1465 жылы қазақ хандығы бөлінді дейтін болсақ, тура сол жылы Раунақұл Ислам дейтін дүние жазылды. Раунақұл Ислам деген сөзіміз Ханафи мазхабының бүкіл құлшылық шарттарын өлеңмен айтылды онда да. Тіпті ораза кезде бір түйір дәнді жеп қойғанның кафараты қандай болады, соны да өлеңмен айтылды. Халықтың санасына ұғынықты болу үшін. Яғни бұны былай деп түсінген дұрыс. Алғаш болып хандық келіп тірегеннен кейін бірінші не мәселеге назар аудару керек? Руханият мәселесіне, дін мәселесіне. Себебі дін, руханият мәселесі бір қалыпты болмаса, қоғам ертеме кешпе ыдырайды. Осыны түсінген хандықтың басындағылар келе салып туын тікті да ертесіне Ханафи мазхабының несін еңбегін жаздырды ғалымдарға. Ең алғаш шығарма сол Раунақұл Ислам. Бұл шығарманың тек қазақ хандығы арасы емес, тіпті Орта Азия мұсылмандар арасында қатты тарағандығын Астромовтың шығарып тұрған Түркістан уалаяты газетінде кешегі 1930 жылдарға дейін ол насихатталып келді сол шығарма. Жалпы ислам әлемінде екі түрлі ең үлкен ірі бағыттар бар. Біріншісі сүнниттік бағыт, екіншісі шииттік бағыт. Қазіргі кезде бүкіл әлемнің 90% осы сүнниттік бағытты ұстанады. Ал 10% ғана шииттік ұстанымда. Бұның арасында үлкен айырмашылықтардың бірі сүнниттік бағытта түркі халықтарының арасында өте кең тарағандығы. Бізде қазақ хандығын айтып өткен уақытымызда міндетті түрде мына жақта нені айтамыз? Моғолстанды айтамыз. Жаңағы Бабурдың, Мұхаммед Хайдар Дулатидің жаңағыдай билік құрған жерлері. Ханафилік мазхабтың тереңірек қанат жаюын көздеді. Сөйтті де Баян дар фих дейтін шығарманы жазды ол жерде. Яғни фихті баяндап беру. Жай ғана баяндау емес. Жаңағы Алтын Орда тұсында жазылған Мұғинул Мурид, сондай-ақ қазақ хандығы тұсында жазылған Раунақұл Ислам секілді, бұны да шариғатты өлеңмен айтылды. Хадис ілімін зерттеушілері орталық Азиядан шыққан имам Бұхари, имам Термези, Муслим сияқты кісілер және сол сияқты Ханафи мазхабының өкілдері Бурханиддин әл-Марғинани, әл-Хидаяның еңбегінің авторы және басқа да Ханафи фиқхының мектебі, үлкен мектебі орталық Азияда қалыптасты. Соның тағы бір ғалымдар осы Қазақстан жеріне шықты. Соның бірі Хусамиддин Сығнақи Ханафи мазхабы бойынша фиқх тақырыбында кітап жазып шығарған. Тарихшы Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани қазақтардың билеуші топтары жөнінде олар Құран оқиды, намазға жығылады, өз балалары мектепке береді деп жазады. Қазақтың дәстүрлі заңдары шариғатпен негізделіп, сонымен қатар далалықтардың ұстанып келген әдет ғұрыптарын ескере отырып жасалған заңдар деп айтуға болады. Олардың көпшілігі жарғы деп аталды. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің жарғысы дейді. 7 жарғы заңдары кодексінің қабылдауы исламды қоғамдық өмірі мен заңдық тәжірибеде қолдануда айтарлықтай үлкен қадам болды. Осы құжатта көрсетілген әкімшілік, қылмыс және азаматтық құқық нормалары айтарлықтай дәрежеде шариғатқа жүгінген. 3 бидің, яғни Төле би, Қазбек би және Әйтеке бидің бірігіп осы билердің бас қосуы арқылы жасалған ортақ кеңес арқылы кеңес пішілген жарғылар, заңдар жинағы. Кейінгі ғалымдардың айтуы бойынша жарғы деген сөздің өзі шарғы деген, яғни шариғаттағы шар деген сөзден, яғни шариғат деген сөзден өрбиді дейді. Шариғат деген сөзден шыққан, бірақ қазақ тіліне оңтайластырып жарғы деп аталып кеткен. Сонымен қатар құқықтық нормалардың басым бөлігі дала ғұрпымен байланысты болды, немесе шариғат пен әдет ғұрыптың синтезі күйінде болды.
Ислам діні дала әдет-ғұрпының басым бөлігін қабылдауына байланысты әдет-ғұрып пен шариғаттың ара жігін анық айыру қиын екені белгілі. Мұндай байланысты жеті жарғыдан байқауға болады. Қазақ қоғамында ислам мен көне халық дәстүрінің араласып кеткен тұстары кездеседі. Мысалы, сәбилерді атастыру, бесік құда салтын ислам жоққа шығармады. Бұл салт бойынша мұндай құдаласу арқылы туысқан болу уақыт өте келе қайта жаңғартылды. Ислам қалыңмал төлеу секілді көне салттарға да икемділік танытты. Мұның барлығы қайдан алынды дегенде, мұның барлығы фиқ кітаптарын қарасаңыз осылай жазылып тұрады. Яғни отбасылық неке және отбасы бөлімі, құлшылықтар бөлімі, сол сияқты адамдар арасында қарым-қатынас, сауда-саттық, және елдер арасында қарым-қатынас, мұның барлығы осы жарғылар шариғатпен осы жағынан үндесіп жатыр. Мұның өзі осы жарғыларды жасаған адамдардың шариғаттан терең хабар болғандығын білдіреді. Абылай ханның өзі Ауғанстанның ханымен екі ортада байланыс орнатқан. Сол сияқты басқа да мұсылман хандықтармен, мемлекеттермен ресми дипломатиялық байланыс орнатып, екі ортада қазіргі кездегідей халықаралық саясат жүргізілген. Мысалы, Ауғанстан ханы Дуррани деген кісі, мысалы, Абылай ханға хат жазады. Бұлар айтады, мына Қытайдың батысқа қарай, яғни осы орталық Азия еліне қарай шабуылы тоқтау керек. Бұған қарсы бүкіл мұсылман елдері одақ құрып, бір күш көрсетіп, әскер жинап, тойтарыс беруіміз керек дейді. Осыған байланысты Абылай ханға хат жазып, ол Қытайдың әскеріне қарсы бірігіп шара қолдану, бірігіп іс-қимыл жүргізу келісім шартына қол қойған. Бірақ ол келісім шарттар кейіннен кейбір жағдайларға байланысты орындалмай қалды. Соған қарамастан ол хаттар, ресми хаттар барлығы сақтаулы. Мұның барлығын айтып келген кезде жалпы қазақ хандығының, қазақ мемлекетінің мұсылман мемлекеті болғандығын, бүкіл мұсылман жұрты, мұсылман әлем мойындағандығын, және қазақ мемлекетін, мұсылман мемлекетінің ажырамас бір бөлшегі ретінде қарағандығын көре аламыз. Бүгінде қазақ хандары мұсылмандықты берік ұстанғандығын жайындағы дәйектер жария етілуде. Мысалы, Бөкей ханның ұлы Жәңгір ханның ислам шариғатын берік ұстанғандығын айқындайтын мәліметтер бар. Нақтырақ айтсақ, 1835 жылы Жәңгір ханның тікелей нұсқауы бойынша мұсылман мешіті ашылды. Хан қазақ ауылдарындағы молдалардың санын арттырды. Олар қатшылық және рухани ұстаз міндеттерін қоса атқарды. Хан Аллаға қалай құлшылық етудің үлгісін өзі бас болып үйретті. Ресейдің зерттеуші ғалымы Олег Торовтың айтуына қарағанда, хан бірде-бір рет намазын қаза қылмаған, жұма сайын сұлтандармен бірге мешітке барып тұрған, Рамазан айында ораза кезінде онда таң атқанша болып жүрген делінеді. Жәңгір ханның жастардың ғылым білім, діни сауаттылығын көтеруге аянбай еңбек еткендігі жайында белгілі қазақ этнографы Мұхаммед Салық Бабажанов шәкірттер мен мұғалімдерді ынталандыру үшін марқұм хан ақшасында өзінің ынтасы мен ордалықтарға оқу білімнің пайдасы жөнінде түсіндірмек болған ынтасында аямады. Өзінің сарайында мектеп ашып, 60-ға жуық адам ислам діні, орыс жазуы және тілі жөнінде дәріс алды деген мәліметтер келтірді. Тағы бір маңызды араб тілінде жазылған еңбек бұл Мұхаммед Рамзи татар ғалымы, араб тілін өте жетік білген, белгілі деңгейде Сауд Арабиясында тұрған, сосын кеңес өкіметі тарапынан қудаланған, және сосын Қашқарда барып сол жерде дүние салған кісінің қалдырған, және сол кісінің атының бүкіл араб әлеміне танылуына бірден бір себеп болған Тәлфихул Ахбар ва Тәлқиқул Әсер фи Вақаи Қазан ва Бұлғар ва Мулукут Татар деп аталатын араб тілінде жазған кітабы бар. Яғни соңындағы татар патшалары туралы жаңағы айтылады. Бұл еңбекте негізінен көп жаңағы осы Балғардағы, Қазандағы исламға байланысты, осында халықтардың, түркі халықтарының, жалпы түркі халықтарының ислам діні ұстанғандығы, олардың шежірелері, кімнен қай рудан қай неден тарайтындығы туралы айтылғанда, ең соңғы осы кітаптың ең соңғы бөлімінде қазақ хандарына арналған бір бөлім бар. Жәңгір ханның ислам дінін ұстанғаны өте парасатты, жомарт, әрі ізгі жақсылардың бірі болғандығы жайында татар тарихшысы, қоғам қайраткері
Мұхаммед Мурат Рамзидің 1908 жылы араб тілінде жарық көрген 2 томдық Тальфихул Ахбар ва Тальфихул Ассир фи Вахи Қазан ва Булғар ва Мүлкут Татарат еңбегінде баяндалады. 1990 жылы қазақтардың жеке мүфтияты құрылып, дін саласындағы істері жүйелі жоспарлы түрде қайта жанданады. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة